Гүлді қырыққабаттан өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Алдымен гүлді қырыққабатымызды дәл видеодағыдай түбінен осылай бөліп аламыз. Қайнап тұрған суымызға тұздан себеміз және де гүлді қырыққабаттарымызды салып 7-8 минут қайнатып аламыз. Сонан соң сүзгішпен сүзіп алатын боламыз. Кляр дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға тұздан сеуіп, жақсылап араластырамыз. Клярымыз қатты сұйық болмас үшін ұннан себеміз және жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған майымызға алдымен гүлді қырыққабатымызды клярға батырамыз, сонан соң майға салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қуыру барысында келесі бетіне аударуды ұмытпаңыздар. Артық майлардан арылу үшін гүлді қырыққабатымызды құрғақ майлықтың үстіне сүзіп алатын боламыз. Гүлді қырыққабаттан жасалған тіске басарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.